Баршаға сәлем. Сіз түсте ұйықтайсыз ба? Ал түскі ұйқының адамға қандай пайдасы бар? Сол жайлы әңгіме өрбітпекпін. Достар, видеоны соңына дейін көріп, түскі ұйқының пайдасын біліңіз. Испания мен Италияның түстігін жайлаған халықтың дәстүр салты ұқсас келеді. Басқасын айтпағанда, сиеста деп аталатын дәріпті ғадет екеуіне де ортақ. Испан лұғатында түскі ұйқы деген мағынаны білдіретін сиеста сөзі әлем тілдеріне әлдеқашан еніп кеткен. Ешбір өзгеріссіз қаз қалпында. Испанияның астанасы Мадрид қаласында жұмыс уақыты 9:00-де басталады. Алайда халық отырған орнында шегеленіп, сәскеге дейін қимылсыз қатып қалмайды. Сағат тілі 10:30-ды көрсеткенде кофе ішуге далаға шығады. Дәл осы уақытта көше бойында үй іздеп отырған адамдарды көптеп кездестіресіз. Айтылмыш мәуріт көпке созылмайды. Үлкенді-кішілі шара аяқ кофелерін баптап ішкен жұрт бір кезде жапыра түрегеліп, қайтадан жұмыс орындарына ағылады. Бұл жұмыс рәсім қанға сіңіп, буынға түскен мінез. Қызметкерлерге жасалатын ала бөтен кеңшілік мұнымен бітпейді. Түскі ас 2-3 сағатқа дейін созылады. Жай мызғып алу емес, ұйқыны қандырып алуға болатын уақыт. Есесіне міндетті жұмыс қас қарайғанда бір-ақ бітеді. Британияда прайм тайм бағдарламалары 19:00-де, ал Испанияда 22:00-де басталатыны содан. Отбасы мүшелерінің алды-арты жиналып болғанша ымырт жабылып, сам жамырайды деген сөз. Ел экономикасының шабандығын ойлап уайым жеген испан саясаткерлерінің жұмыс уақытын өзгерту туралы мәселе көтеріп жатқаны бекер емес. Соңғы уақытта түскі асты 1 сағатқа дейін шегеріп, әлемнің басқа елдері сияқты 9-6 моделіне көшу қажеттігін айтып жүргендердің дауысы зорайып келеді. Сиестаның тума жұрты өстіп бөлініп жатқанда, оқшау аралдар иесі Жапония игілікті рәсімді шамасынша енгізіп бағуда. Деректерге сенсек, корпоративтік құрылымдарға байланған жапондар орташа есеппен 6 сағат 22 минут ұйықтайды екен. Бұл әлемдегі ең төменгі көрсеткіш. Британдықтар 6 сағат 49 минут, ал канадалықтар, мексикалықтар және алмандар кем дегенде 7 сағат тынығады. Жанкешті жапондар жылына бір мәрте берілетін тиесілі демалыстарында қағыс қалдырады. Теңіз жағасында байыздап жүргенше мұртынан шаншылып жұмыс істегенді ұнатады. Тәрізі таң азаннан қара кешке тынымсыз бейнеттенетін қызметкерлердің денсаулығы сыр бермес үшін жапон компаниялары түскі ұйқыны насихаттауға көшкен. Мәселен, Токиодағы Jimo интернет компаниясы кеңседе дивандар орнатса, Осакадағы Омеда бизнес қызметкерлері тақау төңіректегі қоғамдық ұйқы орындарына баруға міндеттелген. Әлбетте, бұл заңмен бекітілген низам. Жапонияның денсаулық министрлігі қызмет бабындағы барлық адамдардың түскі астан кейін 30 минут ұйықтап алуын қоштайды. Түскі ұйқының пайдасы көл-көсір. Осы тарапта жүргізілген ғылыми зерттеулерде күмән қалдырмайды. Күндізгі уақытта аз-маз мызғып алатын адамдардың жүрек ауруына сирек шалдығатыны белгілі болып отыр. Жақында өткізілген Сан-Диего конференциясы атаулы тұжырымды тағы да бекітті. Калифорния университетінің профессоры Мэтью Уолкер мен оның әріптестері жүргізген зерттеу түскі ұйқыға айрықша мән беретін жандардың есте сақтау қабілеті жоғары болатынын анықтаған екен. Доктор Уолкердің айтуынша, адамның миы түскі ұйқыдан кейін үйренуге, жаңа ақпаратты сіңіруге мейлінше бейім тұрады. Ардақты пайғамбарымыздың өзі күндіз ұйықтап алатын. Бұл ұйқыны қайлула деп атайды. Қайлула күн тал түстен ауысқан шақ. Сақыл бейін сағын, біз Алла елшісі заманында түс ұйқымызды және түскі асымызды жұма намазынан кейін ғана орындайтынбыз, дейді. Ұйқының да өз әдебі бар демекші, пайғамбарымыздың келгеніндей жатқанда оң жақ жамбаспен жату керек екен.
Хадисте оң жақ жамбаспен жату айтылған. Бұл өкпе мен жүрекке пайдалы. Ұйқыдағы адамға жүректің қысылмауы аса маңызды. Жүрек кеуденің сол жағында орналасқандықтан оған салмақ түспеу үшін оң жақпен жатқан абзал. Сонымен қатар оң жақ жамбаспен жату бауыр, асқазан және ас қорыту жұмысын дұрыс қалыпқа келтіреді. Ұйықтағанда сол жақ жамбаспен көп жату жүрекке зиян. Осылайша ұйықтау өкпеге салмақ түсіретіндіктен адам ағзасының дұрыс демалуына мүмкіндік бермейді. Жалпы ғалымдар күндізгі ұйқыны үшке бөліп қарастырған. Біріншісі таң намазы мен күн арқан бойы көтерілген уақыттағы ұйқы, ұнамсыз әрекет. Бұл уақыт аралығы ризық берілу уақытысы болғандықтан мұсылман адам ұйқыға беріліп несібеден құр қалмау жағын ойлауы керек. Олай дейтін себебіміз Әзіреті Османның риуаяты бойынша жеткен хадисте Алла елшісі азандағы ұйқы ырысқа кедергі деген. Оның үмметіне тілеген тілеуінің бірінде: «Уа жаратушы ием, үмметіме азанғы уақытта ырысын арттыр» деген. Осылайша азанғы уақыттың ырзық несібе теретін уақыт екендігін меңзеп отыр. Сондай-ақ сахабалардың ішіндегі ғұлама Абдулла бин Аббас күн шығып жатқан кезде ұйықтап жатқан ұлын оятып: «Тұр орныңнан, ырыс жауатын уақытты ұйқымен өткізбекпісің» деген екен. Міне осыдан кейін ерте тұрған еркектің ырысы артық деп ата-бабамыз бекер айтпаса керек. Екіншісі түскі уақыттағы ұйқы. Күн тас төбеден батысқа қарай ауа бастаған уақытта ұйықтау ұнамды іс. Бұл уақытты арабшада қайла немесе қайлула дейді. Ардақты пайғамбарымыз өзінің асыл сөздерінің бірінде ораза ұстау қуатын сәресіден алыңдар, ал тахажуд намазына тұру қуатын түскі ұйқыдан алыңдар дейді. Дей келе түс кезіндегі ұйқының ұнамды әрекет екенін көрсетуде. Әзіреті Омар да бір сөзінде былай дейді: «Түс ауа бастаған уақытта шайтан ұйықтамайды, сендер ұйықтаңдар». Үшіншісі бейуақта ұйықтау. Бір хадисте екінтіден кейін ұйықтаған әлдекімнің басы дел-сал болса өзінен көрсін деген. Сондықтан ғалымдардың көбі бейуақта ұйықтауды мәкрух деп санайды. Себебі хадисте айтқандай, бұл уақытта ұйықтаған адамның басы дел-сал болады. Ханбали құқық мектебінің құрушы имам Ахмед екінті уақытынан кейін ұйықтау ұнамсыз әрекет. Бұл ақылына қауіпті дей келіп бейуақта ұйықтамаған абзал екенін білдіруде. Дегенмен бұл уақытта ұйықтаған адам күнәға батпайды. Мұны пайғамбарымыздың үмметіне берген кеңесі ретінде қабылдаған жөн. Олай болған себебі пайғамбарымыздың өзі де кейде екінді уақытында ұйықтағаны айтылады. Міне достар, түсте қай уақытта ұйықтау керек және оның қандай пайдасы бар екенін енді білдіңіздер деген ойдамын. Ал сіз түсте ұйықтайсыз ба? Егерде түсте ұйықтасаңыз, қай уақытта ұйықтап жүрсіз? Төменге пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды да ұмытпаңыз.